Баршаға сәлем, есімім Гүлнұр, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге картошка пайдың жасалу жолы өте оңай әдісін көрсеткім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бір дана картоптың сыртын аршып, тазалап, жуып, дәл осындай үккіштің көмегімен өткізіп алатын боламыз. Картошка пайды әртүрлі пішінде жасауға болады, ал мен дәл осы видеодағындай ұзынша етіп өткіздім. Және картошка пайдың пішінін бұдан да ұсақ бөлікте өткізуге болады. Міне осылайша үккіштен барлығын өткізіп алдық, ал енді суы тазарғанша жақсылап, крахмалы кеткенше жуып аламыз. Осылайша жуып тазартып алғаннан соң, картопты қағаз сүлгінің бетінен жайып, жақсылап кептіріп аламыз. Қолымызға суы жұқпайтындай қағаз сүлгінің көмегімен жақсылап кептіріп аламыз. Және дәл осындай құрғақ болуы қажет. Содан соң оттың үстінен бос ыдысымызды қойып, оның үстінен күнбағыс майды құямыз және қыздырып алып, дайындап алған картопты аздан қуырып алатын боламын. Дәл осылайша орташа отта қызарып сарғайғанша қуыратын боламыз. Міне дайын болып қалды, осылайша сүзіп аламыз және қалған бөліктерін де дәл осылайша қуырып аламыз. Дәл осылай жасалынатын картошка пайды бірнеше салаттарға қолдануға болады және тоңазытқышта сақтауға да болады. Жасалу жолы өте оңай, тез қуырып алатын картошка пайымыз дайын болып қалды. Сіздер де осылай жасап қойыңыздар. Егерде дәл осы видео ұнаған болса, төменге пікір жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар.